Сәлеметсіздер ме оқушылар? 6 сынып 7 бөлім ойын арқылы дағдыларды жақсарту. Сабақтың тақырыбы қауіпсіздік ережесі, топқа ие болу әдістерінің негізгі элементтерін дамыту. Оқу мақсаты денсаулықты нығайту, бағытталған арнайы спорттық техникалық қауіпсіздік нормаларын және ережелерін түсіне білу. Сабақтың мақсаты ағзадағы ауқымды арнайы спорттық қозғалыс әрекеттерін дәлдігін бақылау, үйлесімділігін дамытуға арналған қимыл қозғалысты дағдыларды қолдануды үйрету. Мақсат командалық ойындардың өзінің дағдылары мен түсініктерін талқылайды және көрсете алады. Мыналарды қамтиды: қауіпсіздік ережесі, жарақат, қауіптің алдын алу, пас беру, допты беру. Талқылауға арналған сұрақтар: қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығы қандай? Футбол сабақтарында жарақат алмау үшін қандай қауіпсіздік ережесін сақтауымыз қажет? Жаттығуды орындау кезінде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз қажет? Өздеріңіздің практикалық білімдеріңіз және дағдыларыңызды күнделікті өмірде қалай қолданасыздар? Оқушылар сіздерге тапсырма. Бірінші, әртүрлі кедергілерден өтіп, допты алып жүру. Таяқшалардың арасынан жүріп өтіп, допты әріптесінен алып, қақпаға соғу. Үшінші, арнайы шеңберден әртүрлі тәсілмен басып өтіп, допты қақпаға енгізу. Төртінші, допты әртүрлі кедергілерден айналып өтіп, қақпашыны әртүрлі тәсілмен алдап, допты қақпаға соғу. Және алда көрсетілген видеоны үй жағдайында қайталаңыздар. There's a one touch, and again, lovely little 1-2, gets it back Dani Alves, and again, running at defenders, great balance, strength, 1-2 again, it beats 5.
осы тапсырмалардың дискрипторлары футбол сабақтарының болуы мүмкін қауіпсіздік жагдайлары мен жарақат туралы біледі. Жаттығуларды орындау кезінде үйлесімділік дамытуға арналған қимыл қозғалыс дағдыларын қолданады. Сұраңыз, қауіпсіз ережелерін сақтау маңыздылығы қандай? Футбол сабақтарында жарақат алмау үшін қандай қауіпсіз ережелерін сақтауымыз қажет? Сабақтың соңында білім алушылар демді қалыпқа келтіріп жаттығуларын орындап, рефлексия жүргізеді. Нені білдім, нені үйрендім, нені толық түсінбедім, немен жұмыс жасау қажет деген сұрақтары бар парақшаға жауап береді. Сабақ уақытында орындаған жұмыстарын бағалау үшін білім алушылар дискрипторлар арқылы бір-бірін бағалау жүргізіліп ұсынылады. Рефлексия. Жасыл түс тақырыпты толық меңгердім. Сары түс тақырып бойынша әлі сұрақтарым бар. Қызыл түс тақырыпты мүлдем түсінбедім. Назарларыңызға рахмет.